дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы. А, Б, С, Д тағы да басқа төбелерінен тұратын бола алатын n бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы S әрпімен белгілесек, ол бұрыш А қосу бұрыш Б қосу бұрыш С қосу бұрыш Д қосу тағы сол секілді бұрыштардың қосындысын анықтау үшін біз келесі формуланы қолданамыз. S тең 180 градус көбейту жақшаның ішінде n азайту 2. Мұндағы S ол ішкі бұрыштарының қосындысы, ал n көп бұрыштың қабырғалар саны. Мысалы, сызбадағы фигураның ішкі бұрыштарының қосындысын анықтайық. Сызбада үш бұрыш берілген. Үш бұрыштың қабырғалар саны 3 екенін білеміз. Формуланы қолданып, n-нің орнына қабырғалар санын, яғни 3-ті қойсақ, бізде келесідей өрнек шығады. 180 градус көбейту 3 азайту 2. Арифметикалық есептеулерді жүргізіп, 180 градус екенін анықтаймыз. Сонда үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Екінші мысал, дұрыс 12 бұрыштың ішкі бұрыштары неге тең? Дұрыс көп бұрыш ол барлық қабырғалары және барлық бұрыштары тең фигура. Бізде 12 қабырға бар және 12 бұрыш бар. Дұрыс 12 бұрыштың ішкі бұрышын анықтау үшін біз алдымен ішкі бұрыштардың қосындысын табайық. Формула бойынша S тең 180 градус жақшаның ішінде n азайту 2. Бұл жерде n 12-ге тең. Сонда 180 градус көбейту 12 азайту 2 жақшаның ішінде тең болады. 180 градус көбейту 10, ол тең 1800 градус. Ал 12 бұрыштың ішкі бұрышын анықтау үшін біз 1800 градусты 12-ге бөлуіміз қажет. Себебі оның барлық бұрыштары өзара тең. Жауабы 150 градус.